Өз тілің бірлік үшін, өзге тіл тірлік үшін. Қадырақын өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте дейді. Өзге тілдерді білу өмірде жетістікке жетудің бір жолы. Тіл үйрену ең бірінші қорқынышты жеңеді. Өзге тілде сөйлеу, оны жетік меңгере отырып, сол елдің азаматына өз ойыңызды жеткізе алу сіздің үрейіңізді жоғалтады. Тіл үйрену есту қабілетін жақсартады. Бұл жердегі есту қабілеті деп отырғанымыз құлақтың басты жұмысы емес, сападағы есту қабілетінің қалыптасуы. Назар сала отырып тыңдаудың пайда болуы. Өзіне тілді меңгеру арқылы қойылған сұраққа тез әрі нақты жауап беруге үйренесіз. Жетістік жолында қалыптасуға көмектеседі. Қарапайым ғана. Мысал, сіз тіл үйрену кезінде ең бірінші сөз жаттайсыз, кейін сөз тіркестерін оқисыз. Уақыт өте келе жаттаған әрбір сөздеріңізден сөйлем құрайсыз. Ал бұл тек тіліңізге ғана емес, өмірлік тәжірибеңізге де әсер етеді. Тіл үйрену болашақ қалыптастырудың бірден бір көзі. Тіл үйреніңіз болашақты бағдарлау үшін тіл білу тікелей әсер етеді. Көп тіл білген сайын дос-жаран табасыз. Әріптестер мен жақын жандарды жолықтырасыз. Ал енді сіз қанша тіл білесіз? Елімізге келген волонтерлардан білім алып көрдіңіз бе? Шетелден келген еріктілер отандастарымызға тіл үйретпек. Ол қаншалықты нәтижелі болар екен? Your traditions are absolutely beautiful. Ағылшын тілін тегін үйрететін азаматтар туралы естіп педіңіз. Америкалық Мириам бір айдан бері Қарағанды облысы Нұра ауданында оқушыларға ағылшынша үйретіп жүр. Жасотан жастар қанаты мен болашақ қауымдастығының English for жастар жобасы аясында Қазақстанға келген ол, келер жылы да қазақстандық мектептерге сабақ бергісі келетінін айтады. I don't have experience volunteering in other countries. Негізімен басқа мемлекеттерде бұлай ерікті ретінде жұмыс істеген жоқпын. Мен тек Нью-Йоркте ерікті жұмыс істедім, бірақ шетелде балаларды оқытып, оларға білім беруді осы Қазақстанда бастадым. Мириам ауданға келе сала осындағы 3 мектептің оқушыларына іріктеу жүргізген. Қазір 9-шы, 10-шы және 11-ші сыныптан іріктелген балалар америкалық ұстаздан білім алып жатыр. Оқушылар Мириамның мейірімділігі мен сабақ берудегі ерекшелігіне тәнті болған. Ең бастысы ол кісімен жұмыс істеген өте ыңғайлы. Өйткені ол кісінің барлық сабақтары көңілді және де ол кісімен біз өзімізді еркін ұстай аламыз. Ол кісі бізге келді деген жаңалықты естігенде өте қуандық, өйткені бізде осындай бірінші рет болып тұр және де мүмкіншіліктер басқа елдің азаматшыларымен сөйлесуге көп бола бермейді. Бір қызығы English for жастар жобасында қатысып жатқан Мириам да басқа да шетелдік азаматтар да еңбегі үшін ешқандай ақы алмайды. Олар керісінше өздерінің білімінен бөліскеніне қуанышты. Жобаға серіктес болып отырған ақш және Қазақстан туризм қауымдастығының президенті Дэвид Валера басты мақсатымыз осы бастама арқылы қазақ елін жақыннан тани түсу дейді. Principles of the United States-Kazakhstan Tourism Association. Біздің қауымдастықтың негізгі 3 мақсаты бар. Ол денсаулық сақтау саласында білім беруге және туризм саласын дамытуға ықпал ету. Осы бағытта біз Қазақстанмен әрдайым жұмыс істеуге дайынбыз. Аталған жоба ағылшын тілін жетілдіру мақсатында еліміздің 100-ден аса мектебінде пилоттық жоба ретінде қыркүйек айында іске қосылған. Бұған 146 қазақстандық пен 9 шетелдік қатысып жатыр. Негізі осы идея Жасотан жастар қанатының 4-ші съезіне айтылды. Нью-Йорк қаласында өте көп осы еріктілер осы Қазақстанға келіп, Қазақстанда сабақ бергісі келіп жүр. Ағылшын тілі бойынша осы ерікті болу оларға енді үлкен құрмет негізі. Ендеше 2 айға созылатын жоба нәтижесі қандай болатынын алдағы уақытта көретін боламыз. Мириам сияқты өз еркімен ағылшын тілін оқытуға атсалысып жатқан барлық еріктілер келісім аяқталған соң еліне аттанады. Егер бастама жалғасатын болса, келер жылы да Қазақстанға ат басын бұруға қарсы емеспіз дейді. Маржан Нүсіпбек, Қобылан Өтегенов, арнайы Қайырлы таң үшін.